Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дархан Мыңбаймен кездесу өтті. Жиынға оқу орнының журналистика мамандығының студенттері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Журналистика деген жалпы меніңше ойлаймын, ол қоғамның айнасы болғандықтан, олар көптің алдында жүру керек. Қоғамның алдын ала болжап, ықпалды, жаңадай адамның санасына әсер ететін және тиімділік арта беру керек қой, сонда ғана заманға лайық баспасөз бұқаралық ақпарат құралдары болады. Қазір коммуникация құралдары көп, ақпараттың көздері де көп. Оны таңдап алу құқығы тек қана оқырмандар мен көрермендерде. Олардың да санасы, білімі, деңгейі, мәдениеті өсіп келе жатыр. Содан қалмауымыз керек деп ойлаймын. Соған лайықты. Бұл енді нарық заманы, нарық заңына сәйкес болу керек барлығы. Кездесуде өңірдегі журналистика саласындағы бірқатар түйткілді мәселелер сөз болды. Бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін мамандардың статусын айқындау, блогерлердің қызметін заңмен белгілеу сияқты саланың дамуын көздейтін түйткілдер бойынша ұсыныстар да айтылды. Әрине, бұл ең басты мәселе, бұл журналистика кадрларын даярлау сапасына байланысты мәселені түртіп алдым, және блогерлерді реттеу, солардың жұмысын заңдастыру деген мәселемен. Бұл жерде блогерлерді журналистерді блогерлерге қарсы қою дұрыс емес. Екеуі де қоғамға қызмет етіп жатқан кәсіп иелері, сондықтан олардың жұмысын реттеу және олардың жұмысының тиімділігін арттыру бұл басты маңызды мәселе деп ойлаймын.